Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге құрамына 3 түрлі тағам ғана кететін дәмді, оңай жасалатын рогалик печеньесін ұсынатын боламын. Бұл печеньенің құрамы ұн, маргарин және айраннан тұрады. Қант ұнтағын біз әсемдеу үшін дайындап аламыз. Біраз ас содамызды осылай айранға салып араластырып дайындап қоямыз. Содан кейін бір ыдысқа маргаринімізді саламыз, оның үстіне ұнымызды саламыз да екі қолымызбен езіп ұнтақ жасаймыз. Міне осылай екі қолымызбен езіп ұнтағымызды жасаймыз. Оның үстіне жаңағы ас содамыз бен айранымызды қосып осылай тесто илейміз. Міне біздің қамырымыз осындай жұп-жұмсақ болуы керек. Енді осы қамырымызды 30 минутқа холодильникке қоя тұрамыз. 30 минут өтті. Енді холодильниктен қамырымызды алып, осылай үлкендеу қылып домалақтап аламыз. Осылай қамырымызды домалақтап аламыз. Барлығын қолмен үзіп алсаңыздар да болады, немесе пышақпен кесіп, осылай домалақтап дайындасаңыздар да болады. Бетіне сәл осылай ұн сеуіп қоямыз. Міне мөлшермен осылай 10 шақты домалақ қамыр шығады. Енді осыны үлкендеу қылып, жұқа қылып жаямыз. Міне жұп-жұқа қылып жайып алдық. Енді пышақпен кессеңіздер де болады, немесе осындай ирек кескіштермен кессеңіздер болады. Барлығын осылай кесіп аламыз да, осылай домалатып, әдемі қылып печеньемізді жасаймыз. Осылай қолымызбен орап алғаннан кейін сәл қисайтып жасауға да болады. Неке осылай сәл қисайтсаңыздар да болады. Тура осылай барлық қамырымызды жаямыз да, печеньеларымызды осылай орап жасап аламыз. Мінеки, енді осыны духовкада 180-200 градуста пісіреміз. Бұл печеньеларымыздың да астына ешқандай да пергамент қағазын салмасаңыздар да болады, себебі жабыспай пісатын печенье, және де пісқаннан кейін біз қант ұнтағын себетін боламыз. Қалған қамырларымызды да тура жаңағыдай жұп-жұқа қылып жайып аламызды, бір келкі қылып осылай кесіп, барлығын домалатып орап шығамыз. Мінеки біздің рогалики печеньеларымыз да дайын болды. Осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Енді осының үстіне қант ұнтағын сеуіп араластыратын боламыз. Араластырғанда да үгітіліп қалмайтындай ақырын араластыру қажет. Мінеки видеодағыдай араластырып, қант ұнтағына осылай аунатамыз. Қант ұнтағын сепкеннен кейін бір араластырып аламыз да, одан кейін бізде тәтті болу үшін тағы да қант ұнтағын сеуіп араластырамыз. Міне біздің печеньеларымыз да дайын болды. Осылай тарелкаға салғаннан кейін де қант ұнтағын аздап сеуіп қойсаңыздар болады. Сондай дәмді печенье міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.